Екі теңіз суының неге араласпайтынын біліңіз. Зерттеушілер 1962 жылы Баб-эль-Мандеб бұғазында қызық жағдайға тап болды. Қабаттаса түйісіп жатқан жерорта теңізі мен Атлант мұхитының сулары бір-бірімен араласпайтыны мамандарды таң қалдырды. 1000 жыл бойы араласып жатқан екі теңіздің тұздылығы құрамы бірдей болу керек. Бірақ екеуі өз табиғилық қалпын сақтап тұрды. Ғалымдар жылдар бойы бас қатырып, соңғы ғасырда себебін тапқанда, физика ғылымы, су асты зерттеулері, тығыздық өлшем сияқты нәрселер әлі адамның үш ұйықтаса түсіне кірмейтін дәуірде Құран кәрімде мұның сыры айтылып қойған болатын. Құранның Рахман сүресінде былайша баяндалады: Алла тағала екі теңізді ағызды, олар бір-бірімен қабысады, бірақ араларында перде болғандықтан бір-бірімен араласпайды. Осыдан кейін жаратушы Аллаға қалайша күмән келтіре аламыз? Екі теңіз тең емес. Бұл тәтті, шөл қандырады. Ішілуі сүйкімді, ол тұзды, ащы. Фатыр сүресі 12 аят. Ағызған екі теңіз қосылады. Екі арасында бөгет бар. Бір-біріне араласпайды. Ендеше Раббыларыңның қай нығметтерін жасынға айландырасыңдар. Рахман сүресі 19-21 аят. Бұны оқыған Жак Кусто бұл мен үшін төбеден жай түскендей болды. Мен Құранның аудармасын көргенде ант етемін. 1400 жыл бұрын Құран адамның сөзі болуы мүмкін емес. Бұл Құдайдың ақиқат сөзі деген болатын. Мыңдаған жылдар бойы осы екі су Гибралтар бұғазында кездесетіндіктен нық түрде бұл екі су қосылып араласып жатыр деп айтуға болар еді. Тіпті болмаса олардың тұздылығы, тығыздылығы бірдей болуы керек болатын. Бірақ тіпті олар бір-бірлеріне тығыз тиіп жатқан жерлерінің өзінде екі су өз қасиеттерін сақтап қалған. Басқа сөзбен айтқанда, екі судың қосылар жеріндегі су пердесі олардың қосылуына мүмкіндік бермейді деп әңгімелеп берген Жак Ив Кусто. Ғалым дәл осы көріністі куәгері болғанда есінен танып қала жаздаған екен. Физика мен химия заңдарын түсіндірілмейтін осынау таңғажайып құбылыстың арқасында мен даңққа бөлендім деп жазған Кусто. Алайда бұл құбылыстың 1400 жыл бұрын Құранға жазылып қойғандығы анықталғанда, оның таң қалуы мен тәнті болғанда шек болмайды. Ол бұл жөнінде ислам дінін қабылдаған француз докторы Морис Букейден біледі. Мен оған өзімнің ашқан құбылысымды айтқан кезде ол маған мұның 1400 жыл бұрын қасиетті Құранда айтылғандығын жеткізген. Мен үшін бұл төбемнен жай түскендей әсер етті. Мен Құранның аудармасын оқығанымда расында солай болды да. Сол кезде мен былай айтқан едім: заманауи ғылымда 1400 жылға басып озған бұл Құран адам баласының сөз еместігін ант етемін. Бұл Алла тағаланың ақиқат сөзі. Осыдан кейін мен ислам дінін қабылдадым. Әр күн бұл діннің шынайылығына, әділдігіне, жеңілдігіне және пайдалығына тәнті болдым. Менің көзімді ақиқатқа ашқан Аллаға мен шексіз разымын. Жак Ив Кусто. Гибралтар бұғазындағы су кеңістігін зерттей отырып, Жак Ив Кусто ғылым түсіндіре алмайтын таңғажайып фактіні тапты: бір-біріне араласпайтын екі су айдынының болуы. Олар пленкамен бөлінген сияқты және олардың арасында нақты шекара бар. Олардың әрқайсының өз температурасы, тұз құрамы, өсімдіктер мен жануарлар әлемі бар. Бұл Гибралтар бұғазында бір-бірімен жанасып жатқан жерорта теңізі мен Атлант мұхитының сулары. Қазіргі зерттеулерге сәйкес, екі түрлі теңіз соқтығысатын жерлерде олардың арасында табиғи тосқауыл болады. Бұл тосқауыл екі теңізді де бөліп тұрады. Сондықтан олардың әрқайсының су температурасы, тұздылығы және тығыздығы бар. Мысалы, жерорта теңізінің суы Атлант мұхитының суына қарағанда жылы, тұзды және тығыздығы азырақ. Жерорта теңізінің суы Гибралтар жотасы арқылы Атлант мұхитына түскенде ол өзінің жоғары температурасын, тұздылығын және төменгі тығыздығын сақтай отырып, жүздеген километр және шамамен 1000 метр тереңдікте жүреді. Ал осы тереңдікте жерорта теңізінің суы өзінің қасиетін сақтап қалады. Күшті толқындарға, күшті ағыстарға, құлдыраулар мен ағындарға қарамастан
бұл теңіздер беттік керілудің арқасында араласпайды және осы табиғи тосқауылдан өтпейді. Беттік керілу теңіз суының тығыздығының әртүрлі дәрежелерінен туындайды. Суларды бөліп тұрған көзге көрінбейтін су қабырғасы бар екен. Құран кәрімде қосылуға дайын екі теңіз арасындағы бөгет туралы айтылған, бірақ олар бір-бірімен қосылмайды. Бірақ бұл Құранда осыдан 1400 жыл бұрын жазылғанын білген ғалым одан бетер таңданыс пен таңданысты. Жак Ив Кусто бұл мен үшін көктен түскен бол сияқты болды дейді. Расында Құран аудармаларына қарағанда солай болып шықты. Осыдан кейін мен исламды қабылдап, бұл діннің ақиқатына, әділдігіне, жеңілдігіне сендім. Жер бетінде көптеген жұмбақ жерлер мен құбылыстар бар. Осындай құбылыстардың бірін сулары араласпайтын су қоймаларының кездесуі деп атауға болады. Көбісі бұл физика заңдары деп есептесе, басқалары оны түсініксіз аномалия деп санайды. Ал үшіншілері мұндай құбылысы табиғаттың қыңырлығына жатқызады. Белгілі болғандай, әртүрлі су қоймаларының суларының араласпауының себебі беттік керілуде жатыр және бұл судың негізгі параметрі болып табылады. Физикаға үңілмеу үшін бұл су молекуласының бір-бірімен байланыса алатын күші, тамшы, шапшық, ағын тағы басқа пайда болады. Ал беттік керілу неғұрлым күшті болса, соғұрлым оның құбылмалығы аз болады. Алайда мұсылман дінін ұстаушылар су қоймаларының араласпайтынына сенімді. Өйткені Алла бұйырды, өйткені бұл Құдайға табиғат құбылысы ғылыми белгі болғанға дейін жазылған. Олардың айтуынша Жак Кусто Құранды судың араласпауын оқығаны үшін ғана мұсылмандықты қабылдаған. Содан кейін мұның бәрін шындыққа көре алған.